Hello everyone, how are you? I'm going to talk you about summative assessment for the unit for second grade for English, the third term. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз екінші сынып, үшінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау жұмыстарына тоқталатын боламыз. Бөлім Health and Body. Бұл жерде learning objectives, speaking and readingға берілген. Осы айтылым және оқу мақсаттары бойынша мына жерде тапсырмаларды орындайтын боламыз. Task 1. Answer the question, match the right answer. The first question. What can you do in the evening? Сен кешке не істейсің? I play chess in the evening. Яғни мен кешке шахмат ойнаймын. The second question. What you cannot play? Сен қандай ойын ойнай алмайсың дейді. I can't play volleyball. Мен волейбол ойынын ойнай алмаймын. Can you swimming? Сен жүзе аласың ба? I can swim well. Мен өте жақсы жүземін. The fourth question. What sport do you like? Сен қандай спорт түрін ұнатасың? My favorite sport is football. Task 2. Read and match. Оқы және салыстыр дейді. Hand дегеніміз қол. Leg, аяқ, head, бас. Task 3. Read the sentence and match them to the pictures. Сөйлемдерді оқып, суретпен сәйкестендіріңіздер дейді. Бірінші сөйлемде A girl is brushing her teeth. Қыз тісін тазалап жатыр. A girl is writing with a pencil. Қыз қарындашпен жазып жатыр. A boy is reading a book. Бала кітап оқып жатыр. Ал достар, баршаңызға сәттілік. Видео пайдалы болса, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Подписаться жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде одан да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Жақсы, сау болыңыздар. See you soon. Goodbye.